Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен көрсеткіштік теңдеулер деген тақырыпты өтетін боламыз. Енді сабағымызды бастайық. Y тең, ең бірінші y тең a-ның x дәрежесін. Енді функция түрінде берілген бұл жерде. Жалпы көрсеткіштік теңдеу дегеніміз не? Мысалы, бізде дәреже белгісіз болатын болса, мысалы, белгісіз дәреже болатын болса, x ол бізде көрсеткіштік теңдеу болып есептелінеді. Енді a 0-ден үлкен деп тұр, бұл бізде жалпы есептің кездесу жағдайы. Ал және де a тең емес 1-ге деп тұр. Демек 0-ді 1-ді ала алмайды екенбіз негізге a тұратын жерге. Түрінде берілген функция көрсеткіштік функция деп аталады. Көрсеткіштік функцияның кейбір қасиеттерін қарастырайық. Мысалы, y тең a-ның x дәрежесі функциясының анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны дейді. Енді бұны жазайық. қазір. Енді мысалы бізде бірінші есепте бізде функциясының анықталу облысы дейді. Так, анықталу облысы деген бізде dx деген белгімен белгіленеді. Ал dx деген көретін болсаңыз, бұл жерде анықталу облысын айтып тұр деген сөз бізде. Барлық нақты сандар жиыны дейді. Нақты сандар дегеніміз бізде x тиісті r деген сөз. R бізде нақты сандар жиыны болып есептелінеді. Мысалы, немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке шейін деп айтылады. Екіншісі мәндер облысы дейді. Мәндер облысы немесе мәндер жиыны. Бұл бізде ex болып белгіленеді. Барлық оң нақты сандар жиыны дейді. Енді бұны x тиісті r деп жаза алмаймыз. Барлық оң дегеніміз оған 0 кірмейді, және де минус сандар кірмейді. Демек, 0-ден плюс шексіздікке шейін деп белгілейміз. Енді үшіншісі, егер a 0-ден үлкен болса, көрсеткіштік функция сан түзуінде бір сарынды өседі дейді. Енді егер 0 мен 1-дің арасында болса, кемейді. Енді бұл жерде график болып кетеді. Біздің сабағымызға қатты бір керек жоқ бұны. Енді бұл жерде мен айтпағым, например, негіз 1-ден үлкен болатын болса, теңсіздік таңбасы ауысады деген жағдайлар бар бізде. Ол теңсіздікте, көрсеткіштік теңсіздікте. Ал 0 мен 1-дің арасында болатын болса, мысалы 1-ден үлкен болса ауыспайды, 0 мен 1-дің арасында болса ауысады деген. Енді мысалы көрсеткіштік теңдеулер мына жағына қарай келейік. Мына жерге қарай. Көрсеткіштік теңдеу деп a-ның fx дәрежесі тең a-ның gx түрінде жазылған теңдеулер аталады. Мұндағы a 0-ден үлкен, a тең емес 1-ге ол бағана ғана айтылды. Көрсеткіштік теңдеу fx мен gx. Мысалы, негіздері бірдей болса, міне қараңыздар. A негізі мен a негізі бірдей болса, демек дәрежесін теңестіре саласыздар деген сөз. Енді мысалы қараңыздар, бұл жерде fx gx болып берілу себебі ол қандай да бір белгісіз мүшесі бар деген сөз оның. Енді бірінші әдіс дәл осы екеуін теңестіріп шығарамыз деген сөз. Енді мысалдарға көшейік. Так, енді қарасаңыздар бізде бағанаға айтылып өткендей a-ның fx дәрежесі және де a-ның gx дәрежесі деп тұр. Мына жерде fx дегеніміз бізде x квадрат қосу 1 болып тұр. Ал gx дегеніміз бізде мынау болып тұр. 2x, мынауымыз мынау болып тұр. Ал a дегеніміз 2 болып тұр екеуінде де. Демек бұл жерде негіздерін тастай саласыздар деген сөз. Мына жерлерді өшіре салайық. Негіздерді тастаймыз. Сол кезде x квадрат қосу 1 шығады екен. Тең 2x дейсіздер. Енді x квадрат қосу 1 азайту 2x тең 0. X квадрат минус 2x қосу 1 тең 0. Енді бұны дискриминантпен шығарсаңыздар да болады. Енді мен есепті
иә, бірақ енді бәрімізге түсінікті сол дискриминант қой. Дискриминантпен шығара берейік. Дискриминант формуласы v квадрат минус 4a с тең o дегеніміз бізде қаншаға тең екен? А-мыз бізде жазып қояйық. 1-ге тең екен. А тең. Б бізде минус 2-ге тең екен. С бізде 1-ге тең екен. Демек, минус 2-нің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 1 болып тұр. Демек, минус 2-нің квадраты ол 4 болады. 4 азайтылған 4 тең 0. Енді бізде дискриминант 0-ге тең болған жағдайда x1-де, x2-де бірдей мәнде шығады. Минус b бөлінген 2a деген формулаға саламыз. Енді минус b дегеніміз бізде b бізде минус 2-ге тең, b-ның алдына минус пен плюс 2 болып кетеді. 2 көбейтілген 1 тең 2 бөлінген 2. Бізде x1-іміз де x2-іміз де 1-ге тең болады. Енді 2-нің 5x қосу 8 дәрежесі тең 2-нің кубы деп аламыз мына жерде. Бұл жерде мысалы негіздерін бірдей қылу керек. Ал бірінші есепте бізде негіздері бірдей болды ғой. Бұл жерде негіздерін бірдей қыла саласыздар. Бұл кезде дәрежелерін теңестіреміз енді. 5x қосу 8 тең 3. 5x тең 3 азайтылған 8. 5x тең минус 5 болады. X тең енді минус 5-ті 5-ке бөлеміз. Бізде минус 1 шығады екен. Мынау бізде жауап. Мына жерде мынау жауап. Енді алдыңғы бірінші әдіспен шығарып жатырмыз біз негізі. Мына жерде тұрған. Так, үшінші мысал. Үшінші мысалда, құрметті оқушылар, әр кезде дәреженің қасиетін білген дұрыс болады. Мысалы, мына жерде А-ның К дәрежесі көбейтілген А-ның N дәрежесі тең А-ның К қосылған N дәрежесі деген қасиет бар бізде дәрежеде. Соны шығарамыз ғой. Бұл кезде бізде мені қарасаңыздар дәрежеміз x қосылған 2 болып тұр да. X қосылған 2. Енді біз осыны көбейту арқылы 2 негізге бөліп жазамыз. Сол кезде 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің квадраты болады. Қосылған 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің кубы болады. Тең 108 дейміз. Енді бұл жерде екеуінде де қарасаңыздар 3-тің x дәрежесі бар. 3-тің x дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Бұл кезде 3-тің квадраты қалады. Мына жерде 9. Ал мына жерде 3-тің кубы қалады, ол 27. Тең 108 дейміз. Енді жақшаның үшін қоса салайық, ол бізде қанша шығады? 36. Тең 108 дейсіздер. Енді 108-ді 36-ға бөлесіздер. 3-тің x дәрежесі тең. Ол бізде 3 шығады екен. Енді мына оң жақтағы 3-тің шекесінде, дәрежесінде қандай? 1 деген сан бар. Бұл кезде мынау 3-тер бізде тастап кетеміз. X тең 1 деген жауап шығады екен. Міне бар жоғы дәреженің бірінші қасиетін қолдандық. И жаңа бірінші әдіс. Так. Келесі. Енді бұл жерде екінші әдіс деп тұр екен міне. Екінші әдісіміз жаңа айнымалы енгізу. Енді жаңа айнымалы енгізу дегеніміз ол жалпы ойлап табылған есепті қысқа да нұсқа әрі жеңіл шығару үшін. Енді қарасаңыздар, мына жеріміз бізде квадрат теңдеуге келеді. Жазып қойын, квадрат теңдеу. Мысалы 4-тің x дәрежесі дегеніміз ол бізде 2-нің x дәрежесінің квадраты деп алсақ болады. Келсіздер ме? 2-нің квадраты 4 болып кетеді, 4-тің x дәрежесі шыға салады.
азайтылған 2-нің x дәрежесі өзі жазылады. Минус 2 тең 0. Енді 2-нің x дәрежесі дегеніміз бізде бірдей 2 мүше бар. Оны қандай да бір белгісіз әріппен аласыздар. Мен көбінесе t-ны аламын. Енді мына жерге t-ны қоямыз. 2-нің x дәрежесінің орнына, сол кезде ол t квадрат болып кетеді. Мынаны 2-нің x дәрежесінің орнына, мынаның орнына t-ны қойдым. Мынаның да орнына қазір t-ны қоям. Азайтылған t болады, себебі оның квадраты жоқ. Азайту 2 өзі жазылады, тең 0 дейсіздер. Енді дискриминант бұл жерде де формуласын ендігі жазбай ақ қойын. В бізде минус 1-ге тең болып тұр. Минус 1-дің квадраты ол бізде 1 болады. Енді с-ның алдында минус бар екен, ол қосылып кетеді бізде. Сол кезде 8 шығады мына жерде, дұрыс қой? Тең 9. Енді дискриминантты оқушылар бәрі білеміз деп ойлаймын, негізі мені көріп отырған адам. Сол себепті бірден орындап кете беремін. 1 плюс минус түп астында дискриминантымыз бізде 3 болады екен. Бөлінген 2. Енді t1-ді табамыз. Бірінші азайтамыз. Минус 2 болады. Бөлінген 2. Тең минус 1 шықты. t2 қоссақ 4 шығады. 4-ті бөлеміз 2-ге. Бұл бізде 2 шығады екен. Енді біз мына жерге әкеліп қоямыз бұны. Мына жерге. Бізде 2-нің x дәрежесі тең минус 1. Мысалы 2-нің кез келген дәрежесін алатын болсаңыздар, ол минус 1-ге тең болмайды еш уақытта. Демек, бұндай жағдайда шешім жоқ. Енді кеттік келесі. 2-нің x дәрежесі тең 2 болатын болса, мына 2-нің дәрежесінде 1 бар деген сөз. Демек, мына негіздер бізде тасталынып кетеді. X тең 1 шығады сол кезде. Міне есептің жауабы бізде мынау болып есептелінеді. Кеттік келесі есепте. Көрсеткіштік теңдеулердің кейбір қасиеттері дейді. Сарымен жазылған. Енді мына жерге қараңыздар. Егер A-ның 2n дәрежесі, B-ның 2n дәрежесі. Бұл жерде негіздер әртүрлі байқасаңыздар, мына астын сыздым. Бірақ бұл жерде дәрежелері бірдей. 2-нің n дәрежесі, 2-нің n дәрежесі. Енді 2-нің n дәрежесі, 2n деген жалпы бізде ол жүпсанның формуласы емес па? Жүпсан. Ал 2n қосу 1 дегеніміз, бұл бізде тақсан болады. Тақсан. Негізі 2n минус 1 де болады. Ама еш нәрсе етпейді. Бұл кезде мысалы мына 5-ші мысал бізде мына жағдаймен шашылады ғой. A тең B деп аламыз. Мысалы бұл жерде A-ның 2n плюс 1 тең B-ның 2n плюс 1 дегеніміз бұл жерде дәрежелер қысқарып кете салады деген сөз. Сөз A тең B шыға береді. Демек бізде есеп шығаратын болсақ, мына 7 мен 7-ні спокойно қысқарта салсақ болады. Негіздерін енді теңестіріп теңдеуді шеше саламыз сол кезде. Кешірім өтінем. Так, жазып алайын. 2x қосу 1 тең 11 минус 3x. Мына кәдімгі теңдеу ғой, қарапайым. 2x минус 3x'іміз плюс 3x болып өтті бергі жаққа. 11 плюс 1-іміз минус 1 болып арғы жаққа өтеді. Сол кезде мына 2 қосылса 5x болады. Мына 2 азайтылса 10 болады. Енді x табу үшін 10-ды 5-ке бөліп тастаймыз. Сол кезде 2 деген жауап шықты. Мына бізде есеп шықты. Енді келесі мысалымыз бізде жұп дәреже болғандықтан мынамен болады екен. Демек, бұда да 2n қысқарады, бірақ бұның алдында плюс минус болады деген сөз. Келесі мысал. Дәрежесімен жұп көріп тұрсыздар. Екеуі бірдей қысқарта саласыздар. Демек, 3x қосылған 5 тең плюс минус 19 минус 4x. Енді бірінші жағдай плюспен шығарып алайық. 3x қосу 5 тең плюспен шығарсақ, қалай бар солай жазамыз. 14 минус 4x. Бұл бізде бірінші жағдай. Жұп болғандықтан дәреже
Мысалы минус санның да жұп дәрежесі бірдей сан болады, плюс санның жұп дәрежесі де бірдей сан болады ғой жалпы. Сол себепті екі жағдайда да қарастырады. 3х қосу 5 тең минус 19. Жақшаны ашатын болсақ, мынамен минус 19, мынау енді плюс 4х болып кетеді сол жерде. 3х қосылған 4х тең 19 азайтылған 5. Мынауымыз 7х болады, тең 14. Х тең енді 14 7-ге бөлесіздер, 2 деген жауап шығады. Мына жерде 3х азайтылған 4х болады, тең минус 19 азайтылған 5 болады. Минус х тең болады минус 22. Енді минустан құтылу үшін 2 минус бізде плюсті бере салады деп түсінесіздер. Х тең 22. Жауабы бірінші жауабы, екінші жауабы болады. Құрметті оқушылар, енді бүгін бізде көрсеткіштік теңдеу сабағы аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.